Ал енді котангенспен бір теңсіздік шығарайық. Мысалға минус 2 көбейтілген котангенс неше болсын? Давайте болсын 2х минус көбейтілген 3 болсын, да? Осылай. Бұл болсын үлкен минус 2-ден. Қалай шығарамыз? Алдымен біз бұны стандартты түрге келтіруіміз керек. Яғни, ең бірінші мына бұрыштың барлығын біз альфа деп атаймыз. Сол кезде теңсіздік былай болады. Котангенс альфа, мына жақта минус 2-ге көбейтілген, еще үлкен минус 2-ден. Әлі бұл стандарт түр емес, бізге не? Мынау минус 2 деген сан мешать етіп тұр. Сол үшін біз не? Барлығын аламызда минус 2-ге бөлеміз. Мына жағында, мына жағында. Байқасаңыз, біз қазір минус санға бөлдік, теріс санға бөлдік. Сол кезде мына біздің таңба өзгеру керек. Қалай болу керек таңба енді? Таңба керісінше болып кету керек. Минус санға бөлдік. Енді шарақ минус 2 мен минус 2 бөлсеңіз 1 болады. Мына жақта минус 2 минус 2 қысқарады, как раз котангенс альфаға. Мінекей мынау қарапайым түрде келтірілген. Енді алдымен осыны шығарамыз. Бұны шығару үшін бізге тағы да не керек? Дұрыс, бірлік шеңбер керек. Бірлік шеңбер. Жаңағы синус қайда бізде? Синус мынау осьті, косинус мынау ось. Естерінде болса тангенс ол мынау ось болған. Енді котангенс ол мінекей мынау ось болады. Котангенс мынау ось. Енді қатты ұзын болу керек емес, жалпы осы жақта тұрады. Былай, котангенс ось. Оны жазып қояйын жерге. О, күшті. Котангенс сразу беріледі. Котангенс. Енді қараңдар, котангенс альфа 1-ден кішірейді. Ол үшін бірінші котангенс бойынан 1 деген нүктені табамыз. Оға жерде. Мына жерде 0, мына жерде ол минус 1, мына жерде ол 1. Қиылысқан жерде 1-ге тең. Котангенс 1. Котангенс 1-ден мәнді беретін градус, ол таблицадан қарасындар 45 градус. Немесе қандай? Немесе пи бөлінген 4. Нүктем жерге жаздым. Былай стрелка қойып бердім. Мынау пи бөлінген 4 градус. Енді бізде котангенс 1-ден кіші болу керек. Яғни біз 1 деген санды өзін алмаймыз, және соны сол жағын боямыз. Себебі одан кіші болу керек. Мына жақтың бәрін боямыз котангенс бойынан. Бояй береміз. Мен шексіз кейін бояп шығу керек. Бояп саламыз. Енді осы мәндерді бізге беретін бұрыштар қайсысы? Ол мына бұрыштар екен. Мен жазайын. Ол мына пи бөлінген 4 өзі алынбайды. Екен 1-ге тең емес, иә. Бірақ соның барлығы мына жақтары болады, сол жақтары болады. Мына градустардың барлығы бізге жауап болады. Мына жерден келеді де, мына 180-ге дейін келеді. Яғни пи градусқа дейін келеді. Ары қарай асып кетпеу керек. Егер асып кететін болса не болады? Мысалға, былай қарай асып кетсе, оның котангенсі мына жаққа кетіп қалады екен. Сол кезде 1-ден үлкен болып кетеді. Сол үшін пи-ден асырмау керек. Енді жақсы, жауабымыз не болу керек? Пи бөлінген 4-тен пи-ге дейін болу керек. Оны жазып қояйық. Альфа. Өте нашар альфа бұл. Альфа үлкен болу керек пи бөлінген 4-тен, және кіші болу керек неден? Пи-дан. Бұдан кейін периодын қосымыз керек. Котангенс периодтары ол пи-ен, әрқашан пи-ен. Міне осыны шығарамыз. Енді біз бастап альфаны қайта орнына қойымыз керек. Ол 2х минус пи бөлінген 3 екен. Альфа ол 2х минус пи бөлінген 3. Қалған бәрін көшіріп жазамыз. Пи бөлінген 4 плюс пи. Так, енді x'ті табу үшін алдымен біз мына жақта плюс пи бөлінген 3 қосуымыз керек. Себебі минус пи бөлінген 3 тұр ғой. Қысарып кету үшін 3 жағына да пи бөлінген 3-ті қосып жібереміз. Сол кезде не болады? Сол жағында пи бөлінген 4 алынған пи бөлінген 3 болады. Плюс пи-ен. Алынған без, қосылған. Пи бөлінген 3 пи-ен. Кіші, мына жақта минус пи бөлінген 3 пи бөлінген 3 по плану жойылып кетеді. Өзінде 2х болады. Кіші, мына жағында не болады? Мына жақта пи, қосылған пи бөлінген 3, еще қосылған периоды пи-ен. Так, енді мынаны есептеу керек. Бұл жерде ортақ бөлім 12, мында 3, мында 4, получается 7 пи. Бөлінген 12. Плюс пи-ен, кіші бұл 2х-тен, бұл кіші. Мынаны қосып жіберейік, ортақ бөлім 3, мынаны 1 деп ойлаймыз. Сол кезде 3 пен 1.
Бұл 4 пи бөлінген 3 қосылған пи екен. Енді x-ті табу үшін не істейміз? Барлығында біз қазір 2-ге бөлеміз. Енді алдымен 7 пи бөлінген 12-ні 2-ге бөлсек, ол 7 пи бөлінген 24 болады. Плюс пи-ні 2-ге бөлсек, просто пи-ні бөлінген 2 дейміз. Кіші, мына жерде по плану 2 мен 2 қысқарады да, x қалады. Кіші, 4 пи бөлінген 3-ті 2-ге бөлеміз. Бұл 4 пи бөлінген 6. Және плюс пи-ні 2-ге бөлеміз. Пи-ні бөлінген 2 болды. Мінекей, мынау біздің теңсіздігіміздің жауабы. Немесе жақшамен жазатын болсақ, 7 пи бөлінген 24 плюс пи-ні бөлінген 2 және 4 пи бөлінген 6 плюс пи-ні бөлінген 2. Мінекей, мынау да біздің жауап болады екен. Сонымен қатаңызге байланысты да тригонометриялық теңсіздік шығардық. Егер түсінікті болмаған болса, бұл және басқа видеоларды да басынан аяғына қайтадан қарауға болады. Болды.